Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшек сызықты функция. Сабағымыздың оқу мақсаты бөлшек сызықты функцияның қасиеттерін анықтау және оның графигін салу. Бірінші тапсырма. Берілген функция жұп па, әлде тақ па? Соны дәлелде және оның графигін сал. Асы y тең 1 бөлінген x квадрат. Бұл функцияның графигі мына түрде болады. Функциямыз y үлгісіне қарағанда симметриялы болады. Демек, бұл функциямыз жұп болады. Басы y тең 1 бөлінген x куб. Біздің функциямыздың графигі мына түрде болады. 0,0 координаты басына қарағанда симметриялы гипербола болады. Функцияның графигі O нүктесіне қарағанда симметриялы болса, демек, бұл функциямыз тақ болады. Екінші тапсырма. Функцияны жалпы жоспар бойынша зерттеп, оның графигін салыңдар. Бізге функция берілуі f от x тең 1 бөлінген x плюс 2 түрінде функция берілген. Осы функцияны зерттеп, оның графигін салуымыз қажет. Бірінші, функцияны зерттеу алгоритмі бойынша бірінші берілген функцияны анықтау аймағын табамыз. Берілген функция бөлшек сызықты функция болғандықтан, бөлшектің бөлімі 0-ды қабылдамайды. X плюс 2 тең емес 0, бұдан x тең емес минус 2. Яғни бөлшектің анықталу облысы минус 2-ден басқа кез келген сан бола алады. Екінші, функцияны мәндерінің облысы. Функцияны мәндерінің облысында біздің функциямыз мәндерінің облысы 0-ды қабылдамайды, қалған барлық санды қабылдайды. Енді функцияның x нөліне 0 қойғандағы мәні функциямыз 2-ден 1-ге тең болады. Берілген функциямыз 0-ге тең емес болады. Егер біздің функциямыз 0-ден кіші болса, онда біздің функциямыз 0-ден кіші болғанда x-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады. Ал функциямыз 0-ден үлкен болса функциямыз, онда оның қабылдайтын аралығы минус 2-ден плюс шексіздікке шейін болады шешімі. Яғни біздің функциямыздың асимптоталарын табайық. Функциямыздың y тең 0 және x тең минус 2 вертикаль және горизонталь асимптоталары болады. Олай болса, біздің берілген функциямыздың графигі y тең немесе f от x тең 1 бөлінген x түріндегі функцияның графигін солға 2 бірлік жылжытқан кезде функцияның графигі салынады екен. Біздің функциямыздың горизонталь асимптотасы y тең 0, вертикаль асимптотасы x тең минус 2 болады екен. Біз осылай функцияны жалпы жоспар бойынша зерттеп, графигін салуымызға болады екен. Үшінші тапсырма. Функцияның графигін салыңдар. Y тең 1 бөлінген модульдің ішінде x минус 2 түріндегі функция берілген. Бұл функцияның графигін салу үшін функцияны зерттеу алгоритмін қолданамыз. Берілген функция бөлшек сызықты функция болғандықтан, бөлшектің анықталу аймағын табамыз. Бөлшектің бөлімі x минус 2 тең емес 0-ге, бұдан x тең емес 2-ге, яғни 2-ні қабылдамайды. Функцияның 0-ден үлкен аралығын табамыз. Функция тек қана оң мәндерді қабылдайды, функция теріс мәндерді қабылдамайды. Өйткені біздің бөлшегіміздің бөлімі модульдің ішінде орналасқан. X-ге 0 бергенде y-іміз 2-ден 1 болады. Яғни берілген функциямыз y өсін 0 болғанда 2-ден 1 нүктесінде қиып өтеді. 0-ді 2-ден 1. 1 берсек, x-іміз 1 береді. X 1 болғанда y 1 болады. X 3 болғанда y-іміз 1 болады. Яғни біздің функциямыз
минус шексіздіктен 2-ге дейін функциямыз өседі, 2-ден плюс шексіздікке шейін функциямыз кемейді. Біздің функциямыз берілген вертикаль асимптотаға байланысты симметриялы болады. Біздің графигіміз осылай орналасады. Функцияның қасиеттерін білеміз. Бөлшек сызықты функцияның анықтамасының қасиетін функцияның графигін салуда қолданамыз. Функцияны зерттеу алгоритмімен таныстық, оны есеп шығаруда қолдана аламыз. Модулі бар бөлшек сызықты функцияның графигін салуды білеміз. Оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.